Бүгінгі сабағымызда адам миының ең маңызды бөлігі үлкен ми сыңарлары туралы толық ақпарат аламыз. Біз олардың құрылысы мен қызметін мұқият зерттеп, орталық жүйке жүйесінің басқа бөліктерімен салыстыратын боламыз. Бұл білім адам миының күрделілігін түсінуге көмектеседі. Үлкен ми сыңарлары мидың ең үлкен және эволюциялық тұрғыдан ең жас бөлімі болып табылады. Олардың беті сұрзат, ми қыртысымен жабылған. Қыртыстың жалпы ауданы өте үлкен, оны миллиардтаған нейрондар құрайды. Қыртыстың беті жүлгелер мен иірімдерден тұратын қатпарларға толы. Бұл қатпарлар ми қыртысының ауданын айтарлықтай ұлғайтады. Әрбір ми сыңары маңдай, төбе, шүйде және самай сияқты ірі бөліктерге бөлінген. Ми қыртысы әртүрлі сезімтал аймақтарға ие. Самай бөлігінде есту аймағы орналасса, шүйде бөлігі көруге жауап береді. Иіс сезу және дәм сезу аймақтары төбе мен самай бөліктерінің шегінде орналасқан. Қимыл қозғалыс аймағы маңдай бөлігіндегі орталық жүлгенің алдында жатыр. Әр ми сыңарының өзіндік ерекше қызметтері бар. Мысалы, оң қайларда сол жақ ми сыңары сөйлеу мен жазуға жауапты, ал оң жақ ми сыңары бейнелі ойлауға және шығармашылыққа қатысады. Дегенмен ми бір тұтас әрекет етеді. Адамның санасы, ойлауы, ақыл есі мен еңбек іс-әрекеті осы мидың үйлесімді жұмысымен тығыз байланысты. Адамның қабілеті мидың салмағына немесе иірімдер санына тікелей тәуелді емес деген пікір қазіргі ғылымда дәлелденген. Шын мәнінде қабілет бұл іс-әрекеттің қандай да бір түрін тиімді игерудің психикалық мүмкіндігі. Есіңізде болсын, әрбір қабілетті дамытпасақ, ол бастапқы деңгейінде қалып қоюы мүмкін. Өз қабілеттеріңізді үнемі жетілдіріп, жаттықтырып отыру өте маңызды.